Саламатсыңдар ма балалар? Мен Султанова Роза Амалбекқызы, Түркістан облысы Арыс ауданы Садықбек Адамбеков атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі боламын. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы жаңбырдың пайдасы. Ақ жаңбыр. Мысал 94-96 беттер. Сабақтың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Балалар, біз өткен сабақта жаңбыр туралы өткенбіз. Сол жаңбыр туралы сабақты біз еске түсірейік. Мына жердегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, жаңбыр қалай пайда болады? Екінші, найзағай деген не? Үшінші, жаңбырдың қандай түрлері бар? Кәне, сұрақтың жауабын іздейік. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, мына бейне жазбаны көріп, тағы да бір еске түсірейік. Бәріміз үшін көктемгі жаңбырдың әсері ерекше. Қолымызға қолшатырымызды алып, романтикалық күйге бөленіп, көңіл күйімізде жайлана түседі. Ал сіз осы жаңбырдың қалай пайда болатынын білесіз бе? Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қалпында болады. Кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқынды разряд. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты токпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын биік ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе, сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр, жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр, тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр, ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр, жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр, аспан бұлттанып, тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын, күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр, желсіз күні жауатын жаңбыр. Бүгінгі сабағымызды жаңылтпашпен бастаймыз. Жаңылтпашты жаңылмай айтып көрейік. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынсыз болмаса, жасынсыз болмас. Балалар, жаңылтпашты жаңылмай жаттап алайық. Балалар, өздерің жаңа көргендей бейне жазбада жаңбырдың бірнеше түрімен таныс болдыңдар. Соның ішіндегі ақ жаңбыр мысалысымен біз бүгін танысамыз. Сендер ақ жаңбыр туралы мысалыны тыңдап, өздерің түсініп оқуларың керек. 86-шы сабақ. Жәнібек Карбозин. Ақ жаңбыр. Ақ жаңбыр бір тамбайды. Бір басталса, тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп аттақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап, ыбылжисың да тұрасың. Ішің деп пыспайды екен. Жаусаң, астан кестеңін шығару керек қой. Міне былай. Деді де, сатырлатып құя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, ылайланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестеңі шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әне солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле шала бұлт ыдырап, жарқырап күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын шайқап. Шөліміз қанбай қалды-ау.
Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып, қиналып қайтесіңдер. Одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар деді. Ей, бұл да дұрыс екен ау деп, шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып, мақұл деді. Сол-ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Балалар, жаңбырдың пайдасы туралы да мына бейне жазбадан көруге болады. Ақ жаңбыр, боз жаңбыр, бұршақ жаңбыр. Осылайша жаңбырдың түрлерін айта берсек жетерлік. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жер бетінен секундына 16 миллион тонна су буланып ауаға көтеріледі. Бұл мөлшер жылына 505 триллионды құрайды. Ол бір жылда жер бетіне жауған жаңбырдың мөлшер екендігі таңдандырады. Адам шығынына әкелген нөсер жауын 1986 жылы 14 сәуірде Гапаланш қаласында тіркелді. Әрбір бұршағының салмағы 1 келі болатын жауын 92 адамның өмірін қиған. Жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Қазіргі заманда ғалымдар әйелдерге беттерін жұмсақ жаңбыр суымен жууға кеңес беруде. Өйткені ол терінің ылғалдылығын сақтайды. Сондықтан жаңбырлы күні бір сәт қолшатырсыз жүрудің өзі керемет емес пе? Дартс ойыны жаңбырмен тікелей байланысты десем сенбессіз. Қашықтықты көздейтін садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астында қалады. Олар жүгіріп ғимараттың ішіне кірген сәттен жебелерімен қабырғаны нысанаға алып ата бастайды. Осыдан кейін дартс ойыны пайда болған. Шөл астында құрғақ күйде жаңбыр астында қалуға болады. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады. Бірақ мұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Гидромет орталығының жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады делінсе, жаңбыр жауының ұзақтығы 3 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде десе, тіркес жаңбырдың ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Шамамен әлемдегі миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болады. Жаңбыр астында қалса өліп кетуі мүмкін. Жаңбыр ауаны тазартады, сондай-ақ ауадағы зиянды бөлшектерді жойып жібереді. Сол үшін де жаңбырдан кейінгі ес сізге жағымды. Жыл сайын жер бетіне 519 мың куб километр жаңбыр жауады. Әрбір куб километр 1 миллиард тонна суды құрайды. Жаңбыр тамшыларының дыбысы адамның босаңсуына көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыр ауруларынан зардап шегетін адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдейді. Бейне жазбаны көріп болсақ, балалар, оқулыққа қарайық. Кәне, осы мысалда бізге таныс емес бір сөз бар екен. Сол сөздің мағынасын ашу үшін сөздікпен жұмыс жасайық. Бізге сандықтан бұйымтай деген сөз шығып тұр. Бұйымтай сөзінің мағынасы өтініш деген сөзді білдіреді екен. Ал балалар, мәтінді тыңдап, оқып, және сөздікпен жұмыс жасап болсақ, онда келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма 3-ші тапсырма. Бұл жерде осы мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендіріп, дауыстап оқып берейік. Ақ жаңбыр, өткінші жаңбыр және осының іс әрекеттерін сәйкестендіріп, сызып көрсетеміз. Ақ жаңбыр мен өткінші жаңбырдың қимыл әрекеттерін сәйкестендіріп сызып болсақ, онда жауаптарыңды тексеріп көріңдерші. Бүгінгі ақ жаңбыр мысалы түсінікті болса, балалар, оқулықтағы 4-ші тапсырма бойынша сызбадағы ретпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысал әңгімені талдап айтып, кейіпкерлерін сипаттап берейік. Балалар, жаңбырдың пайдасы туралы бүгін көп мағлұмат алды деп ойлаймын. Сендерге тапсырма осы жаңбырдың пайдасы туралы үйдегі үлкен кісілерге әңгімелеп берулеріңе болады.
Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңдар.